Құрметті оқырман, Дидахмет Әшімханұлының көп томдығының бірінші томынан алған әсерімен бөлісетін боламын. Дидахмет Әшімханұлы 1950 жылы 10 маусымда Қатон Қарағай ауданы Жаңаүлгі ауылында дүниеге келген. Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факультетін бітірген. 1992 жылы 1994 жылы халықаралық Заман Түркістан газетінің бөлім меңгерушісі және газет редакторының орынбасары болды. Ұшы қиырсыз сардала, сардаланың бір ұшы сарбел, сарбелдің бауыры сағым ба әлде шалқар көл. Шартабақ күн төбеде, шарпыған ыстық жер көкте. Табанын тасқа тілдіріп, жанарын жасқа жудырып, маңдайын жел көксітіп. Өзіме ұнағаны жоқ, олай емес деп аталатын әңгімесі. 5-6 беттен тұратын шағын әңгіме екен. Бұл жерде автор өзінің атынан баяндайды. Әңгіме ирониямен, сарказммен, юмормен жазылған. Оқуға өте жеңіл, түсінікті. Армысыздар, құрметті оқырман қауым. Бүгін мен сіздерге Дидахмет Әшімханұлының «Жер аңсаған сары атан» атты повесінің қысқаша мазмұнын айтып бергім келіп отыр. Жалпы елін, жеріне деген патриоттық сезімді оята білетін бұл туындыда көптеген ана менен баланың арасындағы махаббат және де үлкен бір қария Ақсопы шалдың жақсы бағдар берген, жастарға бағдар беру туралы жаңағы оқиғасы, және де оның мойнына жаңағы қойды қарызды қайтарып берем деп заттехниктің пәлен малын, 11 малын санап алып, оны қайта бермеу, осындай қарама қайшылықтарды, осындай әділетсіздік, осындай басынуды көрген жаны таза бөкен сондай іштей сезіммен арпалысқа түседі. Және де оның шынайы жүрегі, таза көңілі сондай әділетсіздіктің алдында бұл шындықты айтып, жәмешті қорғай алмай, сондай бір сергелденге түсіп, бір әділетсіздіктің жаңағы әділетсіздікке қарсы өзінің дәрменсіз екенін көріп, осындай өмірде қарама қайшылықтарды, ақ пен қараның, әділдіктің жеңе алмай жатуы, бір бала жанына үлкен жара салып, осындай үлкен өмір жолында бетпе-бет келеді. Келесі кезек жер аңсаған сары атанға да келді. Бұл әңгімені анау қалған шығармалары сияқты бір мезетте оқып шығу мүмкін емес. Осындай қысқаша сюжеттің негізінде ой түйер болсақ, жазушы мынандай бір ой айтады. Бұл шығармада, бұл әңгімеде адам баласы қарап жатпай, еңбек қылып мал табу керек екенін меңзейді. Дидахмет Әшімханның еңбектерінде, әңгімелеріндегі ерекше бір құбылыс, ол өзінің бір кейіпкер арқылы, бір өзінің детальдер арқылы белгілі бір мағынаны ашып жібереді. Қайырлы кеш, құрметті кітапсүйер қауым. Кітаптар әлемі жобасына үлкен сәлемімді жолдадым. Осы жобаны бастап, әрдайым жастарды кітап оқуға еліктіріп жүрген Салтанат Әбдіғалиға үлкен алғысымды білдіремін. Біз осы кітаптар әлемі жобасында бір ай көлемінде оқитын кітабымыз ғұлама жазушы Дидахмет Әшімханұлының көп томдығының бірінші томын оқыған болатынбыз. Бұл кітапты жазушы халықаралық Алаш сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дидахмет Әшімханұлының көп томдық шығармаларының бірінен, қос дерек әңгімесінен мазмұндама баяндап берейін. Ауылдың қарапайым Мен де осы жобаның қатысушысымын, осы топтың мүшесімін және осы жоба аясында ұйымдастырып отырған онлайн кітап оқу бәйгесіне қатысушымын. Аты-жөнім Гүлім Умар. Ең алдымен осы жобаның ұйымдастырушылары мен демеушілеріне үлкен алғыс айтқым келеді. Себебі осы жобаны
мен өзімнің кітап оқу дағдымды күшейттім, кітап оқу әдетімді жақсарттым деп айтсам болады. Жерлес жазушы, халықаралық алаш сыйлығының лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дидахмет Әшімханұлының «Сары самауыр» повесіне шолу. Дидахмет Әшімханұлының «Сары самауыр» повесін қанша рет оқысаңыз да жалықтырмайтын шығарма. Оны оқыған сайын әңгіме төркінінің бұрынғы оқығанынан бөлек жаңа әсер. Кейіпкерді қатты бір жан дүниесін түсінгендей болдым. Себебі өзімнің әкем 5 жылдан бері осы шығармадағы оқыс секілді төсек тартып жатып ауыр халде жатқаннан кейін Өзімен өзі тыныш жатқан ел одан әрі дами түседі, одан әрі көркейе түседі, алайда тыныш жатқан елге орман тайпасы өздігіне соқтығысады. Саудагерлер арқылы сол тайпа туралы мәліметтер сұрай бастайды. Яғни ешқандай да алтынға қызықпайды. Қазақтың қабырғасын қарс айырған бір әңгіме Дидахмет Әшімханұлының «Жер аңсаған Сарыатан» деген повесті еді. Мен мұнда нелер айтылатынын жай ғана баяндап берсем болды. Баяндауым біткенде көкірегіңізге уыз сағыныштың ұялап қалғанын біліп, кеудеңізге алақаныңызды ыстық ықыласпен тигізетініңізге сенімдімін. Оққан шығармамды өлең өріп едім. Соны видео үндеу арқылы жеткізейін. Кітап оқу жарысы қандай керемет, оқып біліп ой түюде өреңбек. 80% қазақтар екен. Туындыны оқып терең ойға батасың. Я, балаңды орыс мектебіне берсең, өзіне қарттар үйінен орындайын дей бер.